Мен қазір тәуелсіз Қазақстан мемлекетінде өмір сүріп келе жатқаныма өте қуаныштымын. Бұл тәуелсіздік бізге қазір әдеттегідей жағдай болған болса, сонау 80-ші жылдары бұл орындалмас арман болып саналатын. Осы 80-ші жылдары бізде КСРО ұйымы бізді басқарған болатын. КСРО ұйымының басқару формасы сол кездегі азаматтарға ұнамағаннан кейін батыр азаматтар мен азаматшалар, қазақ азаматтары мен азаматшалары көтеріліске шыққан болатын. Осы көтерілістің кесірінен сол азаматтар және азаматшалар көптеген зияндар мен зардап шеккен болатын. Содан кейін осындай 86-шы жылы көтеріліске шықты. Содан кейін 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан бөлек мемлекет болып бөлініп тәуелсіздік алған болатын. Бұның барлығы біздің қазақ зиялылары мен қазақтың батыр адамдарының арқасы деп ойлаймын. Азаттық алуға ең көп үлес қосқан қазақ зиялыларының бірі Ахмет Байтұрсынұлы. Ахмет Байтұрсынұлы ұлт ұстазы болған. Ол қазір біз қолданып жүрген әліпбиді жазған болатын. Менің ойымша, осы Ахмет Байтұрсынұлы болмағанда біз қазір қазақ тілімізді де білмейтін едік. Содан кейін 20-шы жылдың басына қарай Алашорда партиясының ұлт азаттық жетекшілерінің бірі болды. Содан кейін Алаш партиясының бағдарламасын даярлаған адамдардың бірі болған. Қазір мен тәлім алып жатқан мектептің аты Ахмет Байтұрсынұлы деп аталады. Мен ойымша, осы Ахмет Байтұрсынұлы деп аталуының себебі осы мектептің түлектері тек Қазақстанды алға әлемге танытатын адамдардың бірі болуының себебі секілді. Содан кейін біз тәуелсіз Қазақстан болғаннан кейін тек қана Қазақстанның болашағы біздің қолымызда емес, бүкіл әлемнің болашағы біздің қолымызда деп ойлаймын. Ахмет Байтұрсынұлы атамыздың ата-бабамыз болғанына біз қуанамыз. Және де оның тәуелсіздік жайлы нақыл сөзінде Алаш суының астында куә болсынармыз, көрке төге алашты құрбан біздің жанымыз деген нақыл сөзінде жаны бар. Және де біз өз мемлекетімізбен қоймай, өз әлемімізбен мақтануымыз керек. Себебі біз тек қана Қазақстанның болашағы емес, бүкіл әлемнің болашағы болып саналамыз.